Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді үлпілдек бауырсақтар дайындайтын боламыз. Осы рецептпен дайындасаңыз, келесі жолы тек қана осы рецепті пайдаланатын боласыздар. Ал кәне бастайық. Ең бірінші апараны дайындап алайық. Ол үшін 200 грамм жылы суға 1 шай қасық дрожжиді саламыз. 3 ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырамыз да 15 минутқа қоямыз. Содан кейін таза ыдысымызға 250 грамм сүтімізді құйып, үстіне 1,5 шай қасықтай тұз, 2 жұмыртқаны жарып қосамыз. Және үстіне дайын болған апараны құйып, тағы да араластырамыз. Енді үстіне 50 грамм майонезімізді қосып, араластырып, үстіне 1 килограмм ұнымызды біртіндеп қосып араластыра бастаймыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз, түйіршік болмас үшін. Содан соң үстіне 3 ас қасықтай күнбағыс майын қойып, жақсылап тағы да нанымызды, қамырымызды басып, үстіне ас пленкасын жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. Міне достар, біздің қамырымыз көтерілді. Енді үстелімізге ұнды себелеп, қамырымызды жайғастырамыз. Оқтаудың көмегімен жақсылап, өте қатты баспай, қамырымызды ыса бастаймыз. Қамырымызды өте жұқа ыспаймыз. Осында видеода көрсетілгендей қалыңдықта болуы тиіс. Енді кез келген формаларыңызды алып, дөңгелектер жасайтын боламыз. Бауырсақтарымызды осындай матта сүлгіге салып, 15 минутқа көтерілу үшін қоямыз. Енді табамызда майымызды қыздырып, осы бауырсақтарымызды дайындай бастаймыз. Отымыз өте қатты болмауы тиіс, орташа болса жақсы болады. Міне біздің жұмсақ үлпілдек бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецепті сақтап алыңыздар. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер сіз жаңа көрермен болсаңыз, каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып, сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.